Жо, ол бірінші закладка деген мына қаздарыңыз туып жатыр ғой, бірінші 10 күндік жинайсыз. Неше жұмыртқа шықты, соны бірінші закладка саласыз. Енді 10 күн емес, енді 20 күн жинап жіберсе де болады. Енді өз басымыз енді бірінші кішкене жұмыртқа көптеу жиналсыншы деп 16 күн жинадық. Былтыр 22 күн жинадым бірінші салғанда. Енді биыл жалпы қазымның количествосы кішкене жақсылау, бұрынғыдай емес, кішкене көптеу. Сол себептен енді екінші закладка бізде енді 75-тей болып қалуы мүмкін жұмыртқа. Сол себепті жалпы жұмыртқаның саны көбейеді. Бірінші закладка деген сол, екінші рет салу, екінші закладка деген сөз. Үшінші закладка үшінші рет саламыз. Сөйтіп былтыр 8 закладка жасадық біздер өз басымыз. Енді биыл білмеймін, көреміз енді қанша заклад болатынын. Елчат, кешке осы сұрақты сіз қойған жоқсыз ба? Осы да жауап берді ғой. Негізі жалпы ұяда тастамаған жақсы жұмыртқаны. Сіз өзіңізге алып кеткен жақсы, үйде болсын, сарайда болсын, температура нормаль жерге сақтаған жақсы. Жұмыртқа сақтау ережелері бәрі бар, YouTube каналда тұр. Оны қайта-қайта айта беру керек емес деп ойлаймын да енді. Өздеріңіз ашыңыздар, соның ішінде барлығы көрсетіліп жатыр. Түгел не істеу керек, не қою керек. Сол жалпы жұмыртқа жинау несі неге қалдырмаған жақсы қаздың астына. Ол керек емес нәрсе. Қаздың астына көміп тастағанда бәрі түнде күн суиды, сол кезде салқын алып қалады. Сол себептен жалпы лучше үйде сақтағаның жақсы. Жуып тазалап сөйтіп сақтасаңыз, сіздің күніге айналдырып тұрсаңыз, бір мезгіл, екі мезгіл болсын айналдырып тұрсаңыз, жұмыртқаны былай да былай. Сондай амалдарын жасау керек, иншалла. Болады ғой бәрі. Негізі оптимальный жақсы жинау уақыты 10 күн. Енді бірақ 10 күннен артық жинасаңыз да ештеңе етпейді. Бір жұмыртқаның количествосын инкубаторға жеткізе алмай жатсаңыз, жинаймын десеңіз жинай беруге болады, проблема жоқ. Жалпы онға салып та сақтауға болады, бірақ зачем онды білдіріп. Кебек болса, кебекті сіз қайтадан неге бересіз ғой, құстарға айтыру. Кебек болса, кебектің ішіне жинауға болады. Жалпы айналасына нормально астына кішкене төсеп деген сияқты. Сосын қазір жұмыртқаның ортасын ашып, сосын оған тағы төсеп, содан кейін келесі жұмыртқаны салып. Жұмыртқаға тимеу керек қой, общем, сондай етіп жинайсыз. Содан кейін жалпы ол бір қалыпты температура ұстап қалу үшін ғой. Шама келсе, енді тұрғызып салған дұрысырақ шығар деп ойлаймын. Потому что тұрғызса, сіз айналдырмауға болады. Енді жатқызып салсаңыз, енді онда бір жағына постоянно нет тұрады деген сөз ғой. Қалай десем болады. Айналдырып тұру керек қой, негізі жұмыртқаны сақтағанда. Енді бұндай жағдайда бірақ енді айтқан жігіттер бар, бір айға дейін сақтадым, айналдырмадым, ештеңе етпедім, шықты деп отырған. Негізі біз өзімізде де кезінде осы жұмыртқа айналдыру дейтін нәрсені түсінген жоқпыз вообще. Бұрынырақ тастағанда, осы соңғы кезде ғой, тек оны интернеттен көріп, сөйтіп жүргенбіз. Енді сол кезде де біз өз басымыз жұмыртқа айналдырмайтын едік, сонда да нормально 80%-тің үстінде шығып жүретін еді бізге. Сондықтан енді білмедім енді, бірақ та ойнамаған жақсы негізі. Потому что енді айналдырғанның зияны жоқ все-таки, пайдасы болмаса. Сол себепті айтам да, енді тұрғызып қойып жинаса жұмыртқаны, онда айналдырмау болады. Ешбір жарына жұмыртқаның жаңа эмбрион жабыспайды дейді онда. Сондықтан үшкір жағын астына қаратып жинаса болады. Енді оны өздеріңіз білесіздер. Жалпы мен кебекке жинат дегенде естідім, бірақ өзім ешқашанда ондай жасап көрген жоқпын. Менің енді ең ұзақ жинағам, айттым өзім, 22 күннен артық жинап көрген жоқпын мен. Онда да бірінші жағындағы жұмыртқалар ғой, сол артық жиналатындар. Одан кейінгілер уже бәрі туып кеткен кезде 10-10-нан кетесің, 10 күн сайын салып. Осы да мен бірінші инкубацияға салынғанға дейінгі жиналған жұмыртқа 16 күн жиналды. Жаңа мына жерде Мақсұт айтып кетті ғой, 2 айға жақын жатқан жұмыртқада шықты деп, аплод болды, шықты деп. Сондықтан жалпы негізі, бірақ енді ондайға апармаған жақсы. Енді инкубатор болса, негізі инкубаторға сала берген жақсы. Мен ағайдан әдейі сұрадым, сізде неше қаз? Инкубаторға неше жұмыртқа салғыңыз келіп тұр? Толтыр жіберу үшін бе? Толтырмаған жағдайда не болады? Инкубаторыңыз қанша жұмыртқалық? Соның бәрін сұрап жатырмын, ол кісі жауап берсе, ары қарата жауаптар шығар еді тағы да. Сондықтан сондай нәрсе. Бір инкубатордың ішін толтыра алмайтын болсаңыз, 2 бөліп салуға болады, ол проблема емес, одан қорықпаңыздар. Жаңағыдай жинайын деп, оны шіртіп отырғаннан, одан да 10 күн өтті ме салыпсаңыз, егер де инкубаторыңыз толмайтын болса, например, 20-30 жұмыртқалық дейік, инкубатор сізде 15 жұмыртқа тұр дейік.
Сіз оны 10 күн жинадыңыз, енді тағы 10 күн жинау керек, 20 күн инкубатор толтыру үшін. Олай керек емес. Если сол жартысына келтіріп тұрған болсаң, лучше 15-ті сала салған. Содан кейін келесі 15-ті тағы саласы 10 күннен кейін. Олай етіп шығаруға болады, проблема емес. Бір инкубатордың ішінде 2 партияны салуға болады, 3 партияны салуға болады. Өзіміз олай жасағанбыз, ол проблема емес. Сондықтан ол жағынан қорықпаңыздар. Инкубаторыңыз болса сала беріңіз аға, жинамаңыз, керек емес. Келесі партияны тағы да жинап барып саласыз, солай. Соған қосымша саласыз. Арғырата не істеу керек екен, сол кезде айтамыз. Сондай нәрсе. Ана суыту мәселесін бүкіл басқа нәрселерде бәрінде үйлестіруге болады. Назира, болады, иә. Ол қалай жинасаң да, самый главный айналдырып тұрсаң болды. Негізі айналдырмаса да ол шығып жатырғандар бар ғой. Енді бұрын айттық, айналдырып та көрген жоқпыз бұрын, сол кезде де шығып жүрді деп. Бірақ айтады солдай, эмбрион жабысып қалуы мүмкін деген сияқты. Сол себептен айналдырып жүрген жақсы. Енді ол жерде температура нормально сақталу керек. Бірінші очередь жаңа 5 градус пен 15 градустың ортасы деп айтылды ғой. Еще 20-ға кетіп жатса да ештеңе етпейді, ол нормально. Өз басымызда 23 градуста сақталды, 23-ке дейін көтерілді. Енді постоянно 23 деген сөз емес, но бірақ кейде 23-ке барған күндер болды. Соны кеше закладка жасадық. Ертең осы барған кезде солардың аплотынысын қарайтын боламыз. Содан кейін айтамыз адамдарға, міне 23 градуста тұрған нәрсе аплот бар деген сияқты. Или міне, например, 16 күн сақталды, 16 күн сақталғанда мынандай процент аплот бар деген сияқты. Сол нәрселерді айтатын боламыз алдағы уақытта барғанда. Пока салып қойдық. Ең басы сол 16 күн болған жұмыртқа енді бізде. Содан кейін енді 14 күн сөйтіп кетеді артқа қарай. Жалпы температура жаңағыдай да сақталды енді, бірақ ол дұрыс емес. 23 градусты сақтау, ол менікі дұрыс деген сөз емес. Сіздер жасай алсаңыздар, жаңа 16 градустан асырмаған, 18 градустан асырмаған жақсы, негізі шама келсе. Сол. Нұрсейт, жалпы ұрпаққа жинауға болады, ол алдында да айтылып жүрген тема. Жалпы ұрпақты енді бізде кебек деп айтады оны. Кебектің ішіне жалпы жұмыртқаңды жаңағыдай аккуратно нормально бір слой кебегіңді жайлап төсеп аласың, соның үстіне ана жұмыртқаңды саласың, сосын қайтадан нормально слой кебек тастайсың, сосын қайтадан жұмыртқа, қайтадан нормально слой. Сөйтіп, в общем, жинап шығасың ғой нормально. Сонда вообще қозғамаймыз дейді. Ол жігіттің де айтатын, мен қозғамаймын дейді, мүлдем. Соның ішінде қалды дейді, солай көміліп. Керек кезінде сосын қайтадан шығарып алам дейді. 1 айға дейін сақтап жүрм, шығып жүр дейді. Енді сен жаңа айтып жатсың, үйіндіктікін 2 айға дейін сақтауға болады. Мен таңғалып отырмын соған вообще. Кешеден мына жерде бір жігіт шығып айтты, негізі 2 ай сақтаған. Сол бас жағындағыларда аплот болды, кейбіреулерінде аплот көп болған жоқ. Общем, бірақ шықты дейді. Сол мен өзімде таңғалдым сондай нәрсе. Мен өзімнің опытымда енді ең көп жинаған уақытым 22 күн, 22 күндіктер шығып жүрді, проблем жоқ. Сол басқаларға да айтатын сол, негізі басында бір жинай алмай жатсаң, сондайда бір кішкене 20 күнде жинап жіберем десең, ода тұрған ештеңе жоқ деп айтатынымыз сол. Температурасын бірақ дұрыстап сақтаңдар деп. Енді біреудікін бүлдіргің келмейді ғой жұмыртқасын, сондықтан сақтандырасың оларды. А так ол бәрі туып кеткеннен кейін уже 20 күн ешкім сақтамайды ғой. Бізде өз басымызда 10 күннің ішінде 71 деген жұмыртқа жиналып қалады. Енді біздің поголовьеға, енді көп ұстап отырғандар ол күлкілі цифр болып саналады ғой. Бір күннің өзінде олардікі 200-300 туып тастайды, например, или 500 бірдеңе туып тастайды деген сияқты. Сондықтан негізі жалпы болады жаңағыдай. Ұрпаққа тіпті тұрғызып жинаймысың, тұрғызып жинапса жаңа аудармаш үшін. Сосын енді өте көп жинамай, негізі инкубаторға салып тұрған жақсы, ойнап керек емес жұмыртқамен. Бүлдіріп алсаң друг. Сондықтан ең әрі кетсе 20 күннен негізі асырмаған жақсы шығар деп ойлаймын өз басым. Қайрат, ол негізі 23 градус деген ыстылау. 20 градус болса енді допустимо. Бірақ менікі де айттым ғой, мен өзімдікі де осы бір соңғы 4 күн бекен 23 градустай жерде тұрып қалды. Енді постоянно ұстамаса да бір 23 градус болып тұрған кездер болды. Ол 23 градус енді жақсы емес, негізі 25 градустан бастап уже эмбрион дамиды деп айтады бір жерде. Бірақ мен оқыған жерде 27-тен басталады деп айтқан. Бірақ енді басқа бір гусевод емес, ол құс ұстайтын адам сол айтты негізі маған, 25 градуста дамиды деп естідім деді.
Мен енді оққаным өзім 27-28 градуста жалпы любой құстың эмбрион дамып кетеді дейді. Жай мөлшерде дамып жатады дейді. Ол ертеңгі күні инкубаторға салғаннан кейін өліп қалуға себеп болады. Сондықтан негізі жалпы жылы жерде сақтамаған жақсы. Бірақ енді аз срок болса ештеңе етпейді. Жаңағыдай айтып тұрғаны 25-ке жеткізбейсің, енді 20-23 дегенде де аз срок болса. Енді көп срокқа бір айға жаңа 15 күнге қойып қоямын десең бармайды ол. Жалпы жақсы желательно температура айттық қой 15, сол 17, жалпы 5 пен 2 орта, в общем, сол 5 пен 17-нің ортасы ол жақсы температура. Жұмыртқаны тұрғызып жинауға келсе, тұрғызып жинауға болады, проблем жоқ. Оны любой бәлең жылдан бері құс бағып тұрған, өмір бойы құс бағып тұрған адамдар айтты маған. Тұрғызып қойып жинаймыз. Мен өзім жатқызып қойып жинаймын негізі. Сосын айналдырып тұрамын таңертең кешке. Мен осы өткенде бір группаларда осындай бір спорлар болып, сол кезде мен гусеоттарға шықтым. Сол орыстар ғой, енді бәлен жылдан бағып тұрған. Сол өзінің үйінде қалай жинап отырған бәрін түсірт. Өзі қалмақорғазын ұстайды. Айтады, енді мынау мен қалмақорғының жұмыртқалары ғой дейді. Болмайтын болса мен осылай жинамаймын ғой. Бәлен жылдан бері жинап жатырмын, осылай проблем жоқ. Зато айналдырмайсың дейді. Үшкір жағын астына қаратасың, тупой жағын жоғары қаратып қоясың, болды. Сонда айналдырмайсың. Анандай етіп жатқызсаң, сен обязательно айналдыруың керек деп олар да айтады. Біз өзіміз де естіп жүргеніміз сол ғой. Осы жасап жүргеніміз, айтып жүргеніміз де сол, айналдырыңдар таңертең кешке 2 мезгіл деп. Бірақ кезінде айналдыру дейтінді мүлдем білмеген кезде де сол бірақ шығып жүрді. Енді ол болады, болмайды деп айта алмаймын, ештеңе, бірақ айналдырғанның зияны жоқ, ол точно. Сондықтан енді жалпы кішкене салқындау температура тауып алсаң, сол жерге жинағаның абзал. Ана 23 дейтін енді кішкене ыстылау постоянно солай тұратын болса. Шама келгенше +5 пен 15-нің ортасында сондай жерге тығасың ғой, не болғанда да. Бізде бірақ өзімде айттым ғой, 10 күн сақтайтын болсаң 20 градус дейтін дымдай етпейді 10 күнге. Біз ондай жерде даже 22 күнге дейін жинадық деп айттым ғой. Кешегі соңғы менің салғандарым ал, осы бірінші партия салғам 23 градуста 16 күн тұрды ал. 23 постоянно болған жоқ, соңғы жағынан 23-ке кетіп қалды дейді. Вот сол жерде бір 4-5 күндей тұрып қалды деймін. Соны салдық, енді соны көреміз енді не болатынын жалпы. Бірақ енді ол жақсы деген сөз емес. Негізі жақсы температура 5 пен 15, 17 соның ортасы дедік қой. Сен жаңағыдай айтқандай көр, я, ішіне бірінші градусник салып қой, жобасына баратын болса сол жерге жина. Ол жерге күн түспейді, ыстық келмейді, сондай жер ғой, қара көлеңке, бір салқында болса сонымен тұратын. Сондықтан жақсы болу керек, негізі ол идея. Нағыз нетсен погреб болса, погребке сақтайды біреулер. Сосын ондай жерге салатын болсаң, жұмыртқаңды тұрғызып қой, шама келсе. Потому что тұрғызып қойсаң, эмбрион еш жағына жабыспайды. Проблем жоқ, сонда сен аудармайсың. Енді анаң топканың ішінен шығарып алып қайта тыға беруді оңай емес қой. Сондықтан неде болса жұмыртқаңды аудармайтындай положениеде қоясың, ол тұрғызып жинау. Жатқызып жинасаң, обязательно онда күнде таңертең кешке айналдырып тұруың керек. Хотя бір мезгіл болса да айналдырып тұруың керек, жатқызып жинасаң. Сол аудармаймын десең, онда тұрғызып жина, проблем жоқ. Сондай нәрсе. Иә, Бақтияр, ол кебекті салқындау кезде нетесің ғой, саласың ғой, например, кешқұрым деген сияқты бір салқын уақыттар болады, или таңның уақыты. Сондайда ортасына оның дейтін өзінің салқындығын ұстап тұрады ғой. Вот сол кездерде салып тастасаң, ол ар жағына жібермейді, короче. Ана саман тастар бар ғой, соғып тастаған, сондай сияқты ғой, соқпа сияқты. Ар жағына жібермейді, бір қалыпты температура ұстап тұрады. Жылылықты өткізбейді, салқындықты өткізбейді. Сөйтіп қорғанда ұстап тұрады. Сол себептен бір температурада тұрады. Оның жақсысы сол негізі. Біздердікі дейтін түнде былай ойнайды, күндіз былай ойнайды біздің жұмыртқамыз негізі. Енді ана жерде бір температураны жақсы ұстап тұр. Құстардың өзі де дала жинағанда ол өтірік емес қой, олар қамысқа жаңағыдай сондай шөптерге жинайды, үстерін жабады. Олардың да жалпы қамыстың да несі мықты ғой негізі, қызу ұстайтын. Жалпы қызу жібермейді, асты холодильник сияқты. Біз өзіміз баяғыда бала кезіміз далаға шыққанда, шөпке барғанда шұңқыр қазатта өзіміздің ағаларымыз жаңа қамыс шауып алып келіп, қамыс дейтін судың ішінде өсетін ғой, құрақ. Вот соны бетіне жаңа бір қарыстай жинатып лақтырып тастайтын еді, түнгі кезде жаңа ыдысты салады. Соны анау дейтін кәдімгі күндізде ашсаң асты сап-салқын болып тұрады ғой.
сондай сияқты өзінің қасиеті бар. Мына жерде неде сол ғой, бір қалыпты ұстап тұрады, артық не жібермейді жаңағы. Сондай нәрсе үшін инкубаторға салғанда тікірейтіп, болады, проблема жоқ. Инкубацияға тікесінен салады. Сенің инкубаторыңа да тікелей болады, бірақ бортигі биік болу керек, ана ненің бар ғой, жаңа аударатын неңнің, жаңа лотогыңның. Сенің лотогың просто маған аласалау сияқты болып көрініп тұр, білмеймін ал. Сен жұмыртқаңды тұрғызғанда жартысынан көбі ананың ішінде тұру керек қой, сонда құламайды. Егер де жартысынан азы тұратын болса, онда құлап қалады жұмыртқаң, былай айналдырғанда. Соны жаңағыдай етіп жинап шығасың. Или сәл өте тұрғызбасаң да 45 градус емес, нағылай 90 градус болатын болса 90 емес, сенікі 75-пен де жинау болады. Хотя олай да шығарып та жүр, тікесінен тұрғызып қойып та шығарып та жүр. Бірақ тікесінен тұрғызу үшін инкубатордың бортигі жаңағы жұмыртқаны түсіріп жібермейтіндей болу керек қой, былай қисайып ойнағанда. Болады, олай да жасап жүр. Ол тігізінен тұрғанда ешқашанда инкубатордың ішін тігінен тұрмайды. Ол былай аударғанда ол мына жанына тұрып қалады, былай аударғанда мына жақ жанына тұрып қалады, екі жаққа тұрады. Сондықтан ол тігінен жинап инкубаторда шығаруға болады. Олай шығарып жүрген жігіттердің бірі осы өзіміздің группадағы Әлімжан. Ол да айтты, ешқандай разница жоқ. Хотя мен өзім олай тұрғызып көрген жоқпын, бірақ Әлімжаннан естідім. Сосын мен тағы Россияның бір-екі орысынан естідім сол нәрсені. Біз тұрғызып қоямыз, осылай шығарамыз деп. Сосын белорусский блогер бар, ол да айтты, мен де тұрғызып шығарып та көрдім, жаңа 75 градуспен де көрдім, жатқызып та көрдім, без разницы дейді. Ешқандай разница жоқ, так что смело жасай беріңдер деп ол да айтады. Сондықтан тұрғызып, егерде сен жұмыртқа көп кетеді, ондай болатын болса, тұрғызып салатын болсаң, сенікіне. Вот сондай болатын болса, лотогыңа сиятын болса, или лотоктың үстіне құттай бірдеңе жалғап жібере алатын болсаң, аласа болса, онда қатып кетеді вообще. А так лотоктың биіктігі позволяет етсе, жұмыртқаның көбінен жаңағы азы шығып тұру керек қой, тек лотоктың бетіне шықпайтын болса тіпті жақсы. Сөйтіп алып жасап көріңіз. Бірақ туып бастағаннан кейін бидайды көбейте бастау керек. Потому что олар қайтадан күй жинай бастау керек те өздеріне. Арғандар болса күй жинай бастайды. Вот сол кезде жалпы күй жинаған мезгілде сонымен барады, олар жұмыртқасын тауысып барып жұмыртқаға жатады. Вот сол кезде қайтадан арықтайды. Жұмыртқаның үстінде жатқан ұрғашылар. Сол күй жинап алу үшін біз оларға жеміне қайтадан қоса бастаймыз бидайды, арпаны жақсартып кішкене. Туып кеткеннен кейін бастап. Дархан, ассалаумағалейкум жігіттер. Бұл жерде Нұржанның айтқысы келіп отырғаны, мен алмай тұрып ішінде аплод бар ма, мен біле аламын ба дейді. Сол сұрақ қойып отырғаны. Ол өте қиын нәрсе. Негізі біреулер маған айтқан, мен өз басым олай біле алмаймын, мен біліп көрген емеспін. Соны талай адамдарға айтқан, бәлен адамдар, вообще бұрыннан инкубация жасап отырған адамдар бәрі күлгендер бар. Нағыл дейді, үйтетін болса бәріміз жұмыртқаны салмай тұрып абоскоппен қарап алмаймыз ба деп. Бірақ анда жоқ, болады деп утверждать етіп тұрған адамдар да бар. 2-3 адам айтты маған, осы нәрсені жасауға болады, көруге болады деп. Енді қаншалықты рас, мен білмедім енді. Үйге барғаннан кейін өзіміз тағы бір жасап көрерміз. Бірақ мен сіз 2 партия салынып кетейін деп тұр ғой ертең, алдағы уақытта. Енді одан кейінгі жинағандарда мен соны проб жасап көрейін деп едім, өзім действительно. Соны қарап, рас па, рас емес пе осы сөздер, бола ма, болмай ма, соны қараймыз, иншалла, бұйыртса. Енді белгілейміз ғой бәрін, мына бар дегендер міне, ал жоқ дегендер міне, содан кейін қайсында шығады деген сияқты, соның бәрін қадағалайтын бармыз, содан кейін сіздерге утверждать етіп айта аламыз бір нәрсе, пока ештеңе айта алмаймыз. Ол мүмкін емес. Сосын Нұржан Личкинді айтып кеттім, жаңағы жұмыртқа 2 қаз туып отырған, тек қана 40 жұмыртқаны. 2 қаз 40 жұмыртқаны туғанда каждый қазға 20 жұмыртқадан келеді. 20 жұмыртқадан келгенде ол жұмыртқаны олар 40 күнде туады екен. 40 күннен біреуден жиналып тұрған жұмыртқаны сатып алу не стоит дейтін сөз жігіттер. Ол 40 күн бойы тұрады, ол қандай условияда тұр, аударылып жатыр ма, аударылмай жатыр ма, не істеп жатыр ол жұмыртқамен, қандай жағдайда оны үйіне алып келді, например. Сондықтан ондай жұмыртқаға жақындамаған жақсы. Енді өзіңіздікі болса, 30 күн тұрған болса да саласы ғой, шықса шығады, шықпаса шықпайды деген сияқты. Сатып алып отырған жұмыртқаны ондай етіп ойнап керек емес. Ол сіздің ақшаңыз ғой, все-таки ертең күні ол не адам жалпы бермейді де, ақшаны қайтармайды да, жаңа аплод жоқ болса, ол бір алла біледі. Жалпы любой адаммен келісіп алған жақсы алдын ала. Ал осылай аплод жоқ болса не істейсің? Қайтарасың ба? Тауықтың жұмыртқасын сататындар аплод жоқ болса қайтарады, орнына возврат береді.
Енді қаздыкін сататындарды мен білмеймін, ал олар қалай келісе ме келіспей ме оған. Негізі келісу керек қой бәрі де. Ол тегіннен тегінді ала жатырған ақша жоқ қой.